Бүгін біз монофиламенттік тексеру туралы сөйлесеміз. Монофиламенттік тексеру невропатия деп аталатын жағдайды анықтау үшін қолданылады. Бірақ невропатияның бірнеше түрі бар, біз перифериялық невропатия туралы айтып отырмыз. Монофиламенттік тексеру амбулаторлық негізде жүргізіледі. Бұл өте қарапайым тексеру. Онда аяқтың әртүрлі бөліктерінде жіп қолданылады. Аяқтың әртүрлі бөліктерінде сезімталдық бар ма, жоқ па, соны тексеру үшін сынақ жүргізіледі. Сіз бірдеңе сезесіз бе, немесе ештеңе сезбейсіз бе? Сезімталдық жоқ па, немесе қандай да бір сезім бар ма? Бұл перифериялық невропатия деп аталатын жағдайды анықтауға, немесе кем дегенде пациенттерді тексеруге көмектеседі. Перифериялық невропатия ауруы Үндістанда өте кең таралған. Біз көріп отырған ең жиі кездесетін себеп қант диабеті. Үндістанда қант диабетімен ауыратындардың саны өте көп екенін білеміз. Енді әсіресе қант диабеті бақылаусыз қалған науқастарда перифериялық невропатияның пайда болу мүмкіндігі өте жоғары. Енді диетаға, сондай-ақ жаттығуларға көңіл бөліп, өзімізді жақсы күйде ұстау және тұрақты тексерулерден өту әрқашан жақсы. Осылайша, ол жағдайлар ерте анықталып, емделуі мүмкін. Енді перифериялық невропатия уақытында анықталмаса және емделмесе не болады? Бұл әрине аяқтарда жиі кесетін ұйып қалуға әкелуі мүмкін. Сондықтан әдетте монофиламентті тексеру аяқтарда жасалады. Енді егер бұл ескерілмесе, кездейсоқ тасқа немесе тот басқан шегеге басып кетсеңіз, ол жұқтырып, жара пайда болып, бүкіл денеге таралып, өлімге әкелуі мүмкін. Бұл сепсис және басқа да көптеген инфекцияларды тудыруы мүмкін. Сондықтан аяқтарыңыздың жағдайын бақылап, оларға күтім жасау әрқашан жақсы. Әсіресе диабетпен ауыратындар үшін. Бірақ тек диабетпен ауыратындар ғана емес, басқалар да себебімен айтқандай. Диабеттен басқа перифериялық невропатияның көптеген басқа себептері бар. Сізде витамин жетіспеушілігі болуы мүмкін. Мұның бәрін тек тұрақты тексерулер, тұрақты денсаулық тексерулері арқылы анықтауға болады. Олардың барлығы Бангалордағы Аполло ауруханаларында ұсынылады.